Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қаз айналдырудың ең оңай әдісімен бөлісемін. Ол үшін бізге керегі жылқының шегі, қарабұрыш қосылған сарымсақ, зубочистка, жіп және де осындай құрал қажет. Қазыны оңай айналдыру үшін арнайы бұл құралды қайнатып жасап берген. Яғни трубаның ішіне ет пен майды араластыра сала отырып, шекті кигізіп осылай тартамыз. Сол кезде тез айналдырып тастауға болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, етті толығымен шектің ішіне салып шығамыз. Одан кейін барып трубаны суырып аламыз. Шектің аузын басып ұстап тұрамыз. Енді шығарғаннан кейін жайлап оны ішіне қарай кіргіземіз. Енді осы қазының ішінде ауа қалып қалмау үшін бізге керекті бір құрал бар. Ол өте оңай, балалардың сүйікті тағамы чупа-чупстың таяқшасы. Яғни соны тесіп шекке кіргіземіз. Сол кезде шектің ішіндегі ауаның барлығы сыртқа шығып кетеді. Осылайша біз қазыны айналдыра береміз. Біз қазыны міндетті түрде осылайынан бөлікке бөліп айналдырамыз. Өйткені етті асқан кезде қазыны бөліп, оны тігіп, қайтадан кесіп отырмайсыз. Сол үшін ыңғайлы болу үшін біз осылай кіші бөліктерге бөліп жасаймыз. Шектің бір ұшын бірінші зубочистканы тығып, жіппен байлап бекітіп аламыз. Одан кейін етімізді салып, осы таяқшаның көмегі арқылы ауасын шығарып, екінші ұшында зубочисткамен бекітіп байлап қоямыз. Мінекей, ет асқанға өте ыңғайлы. Кішкене бөліктерге бөліп, осылай жасай береміз. Егер де сіздің келетін қонағыңыздың саны көбірек болса, екеуін қаламұшы, үшеуін бірге ассаңыз да болады. Осы бір қазы бір асып жегенге жетеді. Өте ыңғайлы лайфхак деп айтсам да болады. Видеоны анықтап қарасаңыз, міне осылай зубочисткамен бекітіп, оны шешіліп кетпеу үшін жіппен қысып, әдемілеп қатты етіп байлаймыз. Ауасын таяқша арқылы шығарып тастаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Мінекей, бір шекті полностью айналдырып болдық. Енді мұны екінші видеоны қараңыз. Бұл жерде де үлкен шекті біз үшке бөліп, үш қазы жасаймыз. Мұны біріншісі, екіншісін салып жатырмын. Видеоға қарасаңыздар, екіншісін саламыз. Оны да дәл осылай бекітіп, ауасын шығарып байлап, үшіншісін болып жатса төрт бөлікке бөліп жасаймыз. Шектің ұзындығына байланысты. Мына жерде біздің жылқының шегі жетпей қалғандықтан, біз тағы да басқа екінші шекті алып жасадық. Осылайша 3 немесе 4 бөлікке бөліп айналдырасыз. Өте жеңіл әрі тиімді лайфхак. Міне осылай қазылардың барлығын айналдырып болғаннан кейін зубочистканың ұшын сындырып алып тастаймыз. Бір-біріне кедергі келтірмей, шектерді жыртып жібермес үшін ұшын кесіп алып тастаймыз. Қазы айналдыру әдісі сіздерге де пайдасын тигізеді деген ойдамын. Менің видеом егер ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Осылайша барлық зубочисткаларын алып тастадық ұшын кесіп. Енді қалған зубочисткалар тұра береді. Кептіріп алғаннан кейін, қазыны асқан кезде піскеннен кейін кесіп алып тастай аласыз. Байқасаңыздар, әр қазыны екі-екіден қалдырдық, жаюға ыңғайлы болуы үшін. Осымен қазылардың барлығын айналдырып біттік. Енді қазыларды жаюға дайындап жатырмыз. Осымен барлығы бітті. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.